Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге осындай жидек қосылған сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ұн, нан қопсытқыш, жұмыртқа, қант, сары май. Бұл қамырына кететін заттар. Салмасына крахмал, ванилинді қосып қойдым ішіне. 3 жұмыртқа, қант, қаймақ, жидек. Ең бірінші қамырымызды илеп аламыз. Еленген қамырымызды салафан пакетке салып, тоңазытқышқа қойып аламыз. 15 минутқа қойып қойыңыздар. Қамырымыз дайын болғанша салмасын жасаймыз. Қамырымызды алып, осылай формаға бір келкі қылып орналастырамыз. Жан-жағына жаңағы начинка төгіліп кетпейтіндей болу керек. Салмасын салғаннан кейін жидегімізді қосып, 180 градуста 30-35 минутқа қойып аласыздар. Әркімнің духовкасы әрқалай, кейбіреуіне 40 минутта пісуі мүмкін.
пісіп шыққан пирогымызды суытып бөлме температурасында тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып аламыз.